P2P арбитражник болып, яғни обменник болып жұмыс істеуді көрсететін боламын қазір. Қараңыздар, ол үшін Binance биржасына кіреміз. Binance биржасында осылай кірген кезде басында сіздерде былай тұруы мүмкін, яғни Pro емес версиясында тұруы мүмкін. Сіздер қараңыздар, енді кірген кезде сізде осылай тұрады. Осы адам суретін басасыздар, одан кейін Binance Pro деген версиясына кіресіздер. Осы версияға кірген кезде осылай шығып тұрады. Осы кезде сіздерде P2P торговля деген бар. Міне, осылай кнопкада ең басында шығып тұрады. P2P торговля дегенді басамыз. Яғни біздің айналысатын жұмысымыздың барлығы осы P2P торговляның ішінде тұрады. Енді осы жерде біз арбитражник болу үшін әлі де бізге жұмыстар жасау керек. Яғни біз кіре салып арбитражник болып кете алмаймыз. Яғни 20 сделка жасауымыз керек болады. Енді ол 20 сделканы жасау үшін, яғни бірінші клиент болып, яғни тейкер болып алып сатуымыз керек. Яғни клиент болып алып сатып біз Binance-та жұмыс жасайтынымызды көрсетуіміз керек. Енді бұл жерде основной бағалар 5000 теңгеден басталып 8 миллион теңгеге дейін сатып ала беруге болады. Жалпы басында кірген кезде енді способ оплата дегенге кіреміз. Не болмаса фильтр дегенге кірсек болады. Фильтр дегенде ең бірінші 5000 теңгеден бастап сатып алуға болады деп тұр. Жалпы сіздер 5000 емес, жылайтына 6000 теңге сатып алыңыздар. Неге екенін өздеріңіз түсінетін боласыздар кейін. 6000 теңгеден сатып ала беріңіздер ең бірінші сатып алған кезде. Және де көбісіңізде басында бастаған кезде Каспийде болады ақшаларыңыз. Егер басқа банкте болатын болса, сол банкті таңдай берсеңіздер болады. Халық басқа да банктер бар. Осы Каспий банкте таңдайсыздар, кәдімгідей тейкер болып жұмыс жасаймыз. Әлі біз ешқандай да арбитражник емеспіз. Бірақ арбитражниктар қалай процесін көре аламыз. Яғни арбитражниктар қалай жұмыс жасайды, сол процесті көре аламыз. Яғни тейкер болсақ та сол процесті көре аламыз. Яғни клиент ретінде қазір мен сіздерге купить етіп 6000 теңгеге қалай сатып алу керек екенін көрсетемін. Осыны купить дегенді басамыз. Одан кейін бізде за фиат және де за крипто деп тұрады. За фиат деген бізде ол ақша, за крипто деген ол бізде теңге болып, то есть крипто болып есептелінеді. Яғни криптоның количествосымен сатып аласыз ба, және де ақшамен ба. Например, бізге 6000 теңге керек болатын болса, бізге 13.28 USDT береді екен. Яғни за криптоға кірсек 13.28 USDT береді. Ал біз мысалға 6000 теңгеге қанша USDT келетінін білмейміз, ол есептей алмаймыз. Например, біз 15 USDT деп грубо жазуымыз мүмкін, ол кезде 6775 теңге болып шығып тұрады. Сондықтан да бұл ыңғайсыз, иә. Мысалы, кей моментте болады. Біз мысалға 100 USDT сатып алғымыз келеді. Сол кезде нақты сума біз басқа біреуге 45170 теңге аударып беруіміз керек нақтыда. Солай деген сияқты, енді оны өздеріңіз ажырата бересіздер. Қазір мен, например, тек қана 6000 теңгеге круглый болып сатып алғым келіп тұр. Осылай. Одан кейін купить деп басасыздар. Купить деп басқан кезде, осы кезде бізде ордер ашылады. Яғни ордер ашылған кезде бізде осы жерде бірінші ақша жіберуіміз керек. Болмаса, мына жерде чат тұрады. Чатпен сөйлесіп алсаңыз болады. Сіз онлайн отырсыз ба? Сәлемдессеңіз болады. Бір нәрсе ұнамаса, ұнамаған, егер ұнаса, ұнаған жазсаңыз болады. Бір нәрсе керек болса жазсаңыз болады, керек емес болса деген сияқты әртүрлі. Енді біз ол кісіге ақша жіберуіміз керек. Қараңыз, мына нәрсе бар. Біз 6000 теңгеге сатып аламыз деп айттық. Сол кезде астында количество деп тұр ғой, 13.28 USDT. Мына жерде мына кісінің, яғни ар жақта крипто сатып отқан кісінің 13.28 USDT-ін Binance алып қойды. Алып қойды дегенде ол кісінің шотында көрсетіп тұра береді, бірақ та Binance оны заморозкеге қойып қояды. Яғни біз қазір 6000 теңгені жіберген кезде ол бізге подтверждение бермесе, то есть бермей кетіп қала алмайды да, яғни оны уже Binance алып қойған. Біз ордерді ашқан сәттен бастап. Бізді ордер ашқан кезде 15 минут уақыт береді, қазір уже 13 минут 45 секунд уақыт қалды. Яғни біз 6000 теңгені Binance гарант болғандықтан қорықпай ақшаны жібере берсек болады. Мына жерде міне совершен платеж дегенді басамыз, сол басқан кезде сары кнопканы, яғни мына жерде аты тұрады, номер банковский счета деп тұрады, яғни картасы тұрады осылай ашылып. Енді осыны копировать етіп аламыз, және де оны біз неге кіріп жібереміз.
Каспиге кіріп жібереміз. Перевод дегенде басамыз. Өкінішке орай мен сіздерге қазір ол видеоны көрсете алмаймын, бірақ ақша жіберіп болған соң қайтадан көрсететін боламын. Мен ол кісіге 6000 теңге ақшасын жіберіп қойдым. Енді мен оплачено далее деген кнопканы басамын. Яғни менің ақша жібергенімді уже Binance білді деген сөз. Яғни Binance біліп отыр. Енді ол кісі маған подтверждение беру керек. Ол кісіге 15 минут уақыт береді. Яғни 15 минут ішінде ол кісі қарап, тексеріп, маған USDT беру керек. Не болмаса, ұнамаса, егер мен басқа біреудің атынан жіберіп қойсам, онда ақшаны ол кісі маған қайтарып береді. Не болмаса, қазір USDT береді. Егер ол кісі USDT бермей бірдеңке, яғни телефон ұмытып кетуі мүмкін, телефон өшіп қалуы мүмкін, сондай жағдайлар болатын болса, сіздер мына жерде апелляция деген кнопка бар, сол апелляцияға берсеңіздер болады. Жалпы апелляцияға қалай беру керек, оны алдағы сабақтарда көрсетемін. Жалпы апелляциямен қалай жұмыс жасау керек. Вот көріп тұрғандарыңыздай маған уже USDT түсті, подтверждение берді. Яғни менің 6000 теңгемді менің атымнан келіп түскенін былайша айтқанда көрді. Көргеннен кейін маған USDT-мді беріп отыр міне. Енді қараңыздар, осы жерде мен жаңа өз атымнан ол адамға USDT жібердім. Егер мен сол ақшаны 6000 теңгені басқа біреудің атынан жіберетін болсам, ол кісілер қабылдамайды. Яғни бұл Binance-тың ішінде третье лицо деген жүрмейді. Яғни сіздер де третье лицодан қабылдамауларыңыз керек. Біріншіден жібермеу керек, екіншіден қабылдамау керек. Жіберсеңіз сізге ертең мынандай USDT бермейді. Ақшаңыз қайтарып берсе беруі мүмкін, бермесе апелляция арқылы сіз өзіңіздің алаяқ емес екеніңізді дәлелдеп барып, өз ақшаңызды әрең аласыз. Сондықтан да бұл жерде третье лицодан қолдануға болмайды. Binance аккаунт өз атыңызда ма, сол өз атыңыздағы шоттармен ғана қолданасыз. Егер өз аттарыңыздағы шот былайша айтқанда блокировкада болатын болса, онда туыстарыңыздың атынан Binance аккаунт ашып, сол кісінің атынан былайша айтқанда банк шоттар ашып, солай жұмыс жасауға болады. Жалпы бұл купить еткен кезде осылай біз сатып ала аламыз. Яғни мен қазір 13.28 USDT-ді сатып алдым. Осылай жұмыс жасалынады. Егер ақшасын бермей қойса, апелляция беру керек, оны айттым. Енді біз осы 6000 теңгені қайта сатуымыз керек. Яғни бұл бір сделка болды қазір бізде. Осындай 20 сделка міндетті түрде жасауымыз керек. Бірақ аралары 1 сағаттан жылайтыны асқан болу керек. Енді қараңыздар, осы жерде біз енді жаңағы 6000 теңгемізді қайтадан продать етсек болады. Яғни біз көріп тұрсыздар, купить, продать. Продайтқа келеміз. Продайтқа келген кезде 450-де 50 деп тұр. Продать деген кнопканы басамыз. Бұл жерде сіздер ойлауларыңыз мүмкін, бұл жерде қандай пайда деп. Сіздер әлі арбитражник емессіздер, клиентсіздер, зиян көріп отырсыздар. Осы жердегі зиянды арбитражниктарға пайда, яғни арбитражниктар пайда көреді. Жалпы ол арбитражник деген мейкер. Алдағы уақытта сабақта мейкер дегенде, тейкер дегенде оның барлығын өтетін боласыздар. Жаңа 6000 теңгені қайтадан сататын болам. 6000 теңгеге мен қараңыз, қанша USDT-ім кетеді? 13.31 USDT-ім кетеді 6000 теңге сату үшін. 6000 теңге. Енді продать деген кнопканы басам. Басқан кезде то же самое ордер ашылады осылай. Ордер ашқан кезде менде платеж получен деген кнопка әлі не болып тұрады, былайша айтқанда жанбай тұрады. Ол маған ақша аударған кезде оплачен далее деген кнопканы басқан кезде, сол кезде барып осы платеж получен деген кнопка жанады. Яғни Binance айтып отыр маған, ол саған ақшаны төледі, сен подтверждение жаса, тексеріп подтверждение жаса деп айтады. Яғни ұнамаса оны апелляцияға беріп, сізде ақшасын кері қайтара аласыз, не болмаса Binance-ға тексеріп ал деп айта аласыз. Енді біз ақшаны түскенін күтеміз. Жалпы ақша түсу үшін бізге то же самое 15 минут уақыт беріледі. Және де біз оны күтуіміз керек болады. Қараңыздар, маған Jasmine Ж дегеннен 6000 теңге қазір ғана кеп түсті. Қараңыздар, енді осы жерде Binance-тағы аккаунттың қараймыз. Яғни имя покупатель деп астына шығып тұр. Жасимова Жасмин деп тұр. Осы адам. Яғни осы адамның атынан келіп тұр деген сөз былайша айтқанда. Яғни 6000 теңгесін маған жіберіп отыр. Мен ол кісіге USDT-ім саттым.
Енді маған Binance айтып отыр, егер саған ақша түссе, подтверждение бер деп айтып отыр. Яғни платеж получен деген кнопканы басамыз, я получил, басамыз, подтвердить, перевод подтвердить, и осылай шығады сіздерге де. Осылай басасыздар. Енді әр телефонда әр қалай жұмыс жасайды. Менікі жалпы ID мен қосылып қойған, ID арқылы мен подтверждение бере аламын. Кейбіреулеріңізде олай болмауы мүмкін. Яғни iPhone болмауы мүмкін, Samsung болса басқаша болады. Жаңағы телефондарыңызға SMS келеді, болмаса Google аутентификацияға SMS келеді деген сияқты жалпы сондай SMS-тер келеді. Осылай мен ол кісіге USDT-ін беріп жібердім. Жалпы бұл процесс осылай жүреді. Яғни бұл жерде айтайын дегенім, түсіндірейін дегенім, осы 20 сделканы жасау арқасында сіздер бір жағынан опыт жинайсыздар. Яғни третий лицодан қабылдамай, алып сатуды барлығын былайша айтқанда түсінетін боласыздар. Яғни осылай опыт жиналатын болады. Алдағы уақытта мен сіздерге арбитражник болып именно қалай жұмыс жасауға болатынын көрсететін боламын.